Саламатсыздар қыздар жігіттер, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып NL компаниясының люкс шайы, оның құрамы, қай кезде қолданамыз, қай кезде оны қолданбаймыз, қай кезде бізге көмектеседі ол шай. Одан кейін семіздік. Ожирение жайлы бір-екі ауыз сөз айта кетейік, өйткені біздің люкс шай сол ожирениеде қолданылады. Ожирение дегеніміз не? Ожирение дегеніміз бұл артық салмақтың денеде болуы. Себептері қандай? Себептері бұл эндокринологиялық өзгерістер, әртүрлі щитовидканың, ұйқы безінің, надпочечниктің гормондарының дұрыс бөлінбеуі, неврологиялық аурулар және тұқым қуалау. Көбінесе бұл әке-шешесі жаңағы семіздікпен страдать ететін болса, ол баласына да беріледі. Бұл 10% жаңағы себебі да, алып келетін себептіші жағдайлар. 90% жағдайда бұл біздің өзіміздің дұрыс тамақ ішпеуімізге байланысты болады. Тамақты өте көп ішу, тамақты ретсіз ішу, тамақтың құрамында майлы заттардың, қанттың, тұздың, газдалған сусындардың, одан кейін спиртной напитктердің көп болуы, осылардың бәрі артық салмақ алып келеді. Артық салмақ дегеніміз жалпы біз энергияны қолданған кезде, мысалы сол энергияны біз қабылдаған кезде тамақ ретінде біз сол энергияны қолдануымыз керек та, жұмыс істеп көп қозғалып. Бізде керісінше біз өте көп қолданамыз жаңа сырттан энергияны, одан кейін оны біз жаңағы пайдаланбаған екен, ол бізге май ретінде жиналып қалады. Семіздік содан пайда болады. Семіздіктің өзінің жаңа майдың орналасуына байланысты еркектерде бұл ішінде жиналады. Бұл мужской тип ожирение дейді. Одан кейін женский тип ожирение, бұл жаңағы бөксеге, одан кейін әйел адам санға жинайды. Ол бір жағдай. Одан кейін семіздіктің тағы бір себебі болуы мүмкін, бұл кәрілікке байланысты. Адам қартайған кезде, бір определенный бір жасқа келген кезде, адам 40-тан асқан кезде мысалы семіре бастайды, өйткені жаңа клеткалар зақымдалып, көп клеткалар майға айлана бастайды. Бұны дистрофический ожирение деп айтады. Бұл кәрі жасқа адамдарда кездеседі. Екіншісі, бұл подростковый возрастта, одан кейін климакстың кезінде әйел адамдарда кездеседі. Бұл жаңа гормональный өзгерістерге байланысты, бұл гиперпластический ожирение деп атайды. Бұл кезде жаңа май пайда болады, и адам аппетиті қатты ашылып, адам көп тамақ жей бастайды. Соған байланысты болатын семірулер бар. Енді семіздіктің қандай зияны бар, оны сіздер жақсы білесіздер. Бұл семіз адамдарда көп давление бар, көп инфаркт бар, көп инсульт бар. Одан кейін өтте тас пайда болады, ұйқы безіне байланысты бұл жаңағы сахарный диабет көп адам ауырады. Одан кейін особенно әйел адамдарда буындардың зақымдалуы болады, көресіздер. Апалар жүреді, таяқпенен жүре алмай, өте толық салмақпен, өйткені салмақ артық болғаннан кейін ол жаңағы буындарға түседі. Буындарға ондайға не рассчитанный ол салмаққа, өйткені адамның өзінің салмағы болу керек. Сондықтан оларда жаңағыдай зақымдалулар болады. Осындай проблемалар өте көп. И тағы да бір психологический проблема шығар, бұл жаңағы адам өзінің жаңағы фигурасын бұзылды деп, особенно әйел адамдар өздерінің как-то ол адамдарда дискомфорт, психологический комплекс пайда болуы мүмкін. Енді қандай жағдай, не істейміз бұл жағдайларда? Бұл жағдайда жаңа 10% неврологиялық, болмаса эндокринологиялық өзгерістерге байланысты болатын болса, бұл основной жаңағы негізгі ауру дейміз. Одан кейін ожирениені емдейміз. Болмаса екеуін параллельно. Жаңа тамаққа байланысты болатын болса, бұл, конечно, диеталар, бұл, конечно, жаңа фитошайлар, бұл неше түрлі жаңағы ожирениеге қарсы дәрілер. Соның ішінде бізде люкс шай, NL компаниясының люкс шайы бар. Оның құрамына көріп кетейік. Құрамында біз біріншіде көк шай бар. Көк шайының құрамында полифенол деген зат бар. Полифенол деген зат ол шектегі тамақ алмасуын күшейтеді. Былайша айтқанда түскен тамақ бізде тез қорытылып кетеді. Көк шай дегенде біз көк шай ішетін болсақ, обычно тамақтан кейін көк шай ішеді, ол не үшін? Өйткені тамақты сіңіру үшін. Ол денеден жаңа токсиндерді шығарады. Бұның өте көп витаминдер бар, көк шайдың құрамында көптеген пайдалы заттар бар, бірақ жаңағы основном бұны жаңа диета салмақты азайту үшін қолданатын зат, бұл полифенол деген зат. Екінші бізде спорыш бар. Спорышты кремний тұзы бар. Кремний тұзы бұл адамның денесінде артық суды шығаруға көмектеседі. Білесіздер, егерде адам денесінде май көп болатын болса, адам денесінде суда көп болады. Егерде 1 килограмм майды, мысалы, адамның денесінің өзінде ертетін болсақ, одан 1 литр судай су шығады. Сондықтан жаңағы кремний тұзы сол денеде суды шығаруға көмектеседі. Одан кейін шығанақ қабығы дейді.
шығаны қабығы деген бұл адамның денесінде мына тоқ ішекте 8-10 сағаттан кейін әсер етеді. Ол шөп барады да, бұл клетчатка жаңа тұрып қалған үлкен дәреттің ішіне, толып қалған тоқ ішектің ішіне кіреді да, соның ішіне ол ісініп, кәдімгі дәу болып ісінеді да, содан кейін жаңағы қатып қалған үлкен дәреттерді тоқ ішектің ішін тазалайды, бір сөзбен айтқан кезде. Ол бір жағдай. Одан кейін сена бар. Сена ол білесіздер, ол ішекті жүргізу үшін қолданады, мына ішектің перистальтикасын жақсартады. Одан кейін ішектің ішінде сол перистальтика күшейген кезде мынау іштегі біз ішіп жеген майымыз ішекке сорылуға, қанға өтуіне өте көп кедергі жасайды. Сондықтан біз жаңа сенаны ішкен кезде бізде майлардың бәрі, біздің жеген майларымыз сыртқа қарай шығып кетеді. Ол жағдай. Одан кейін золотая разга деген бар. Золотая разга как мочегонный препарат ретінде қолданады бұл жерде. Одан кейін тмин бар. Тмин бұл мынау аштық, адам тамақ жегісі келген кезде сол сезімді ол басады, тминді. Ол сондай қасиеті бар. Оны жеген кезде адам уже тамақ ішкісі келмей қалады. Одан кейін сол корень солодки бар. Корень солодки адамның денесін шлакпенен жаңағы артық суды шығарады. Бұлардың өзінің жеке-жеке әрқайсысын алатын болсақ, бұлардың бәрі салмақ азайтуға қолдануға болады. Но бірақ бұл жерде люкс шайында барлығын бірге қосқан. Сондықтан бұлар комплексно әсер етеді. Бәрін былайша айтқанда әр жеке-жеке қолданбайсыз. Бір пакетиктің ішінде барлығы бар. 20 минут қайнатасыз оны, қайнап тұрған суға саласыз, демдейсіз. Сол 200 мл суда азында одан кейін кешке 2-ге бөліп ішуге болады. Былайша айтқанда ыңғайлы да. Бұл жерде үлкен бір мәселе бар. Қай кезде бұл салмақ қай кезде қолданамыз? Бұл жаңа ішекті токсиндерді, ішекті тазалау үшін, одан кейін жаңағы токсиндерді денеден шығару үшін, дененің ішек құрылысындағы жаңа токсиндерді, жаңа қатып қалған үлкен дәретті біз шығаратын болсақ, адамның денесі терісте тазарады. Ол өте бізге, особенно әйел балдарына керек нәрсе. Ол бір жағдай. Екіншіден, бізде бұны арықтату, салмақ тастау үшін қолданады. Бірақ бұл жерде бір мәселе, үлкен бір мәселе бар. Мен өзім 12 килограмм салмақ тастағам, сондықтан мен оны айта алатын шығармын. Бұл сізге бір үлкен бір мотивация керек. Осы шайды қолданбас бұрын өзіңізге салмақ тастау ретінде қолданбас бұрын сіз өзіңізге сұрақ қойыңыз. Мен салмақ тастаймын не үшін? Жігітім тастап кетеді, қызым тастап кетеді, көйлекке сыймай қалам, там денсаулығыма байланысты мен салмақ тастауым, бірақ ол мотивацияңыз өте күшті болу керек. Өйткені сіз 2-3 күн ішесіз, 1-2 килограмм салмақ тастауыңыз мүмкін, бірақ жаңағы мотивацияңыздың әлсіз болуына байланысты бір күн қонаққа барасыз, сол жоғалтқан салмағыңызды 1-2 килограмм салмақты қосып аласыз, еще тағы үстіне 1-2 килограмм қосып алуыңыз мүмкін. Содан кейін адамдар айтады, қанша диета ұстадым, қанша нәрсе іштім, ол маған көмектеспеді деп. Мен айтып жатқан себебім, менде осындай жағдай болған, диета ұстап жүрген кезде жаңағы барасың қонаққа, алдыңа үйіп төгіп қояды, жегің келеді, но бірақ жаңағы өзіңе мотивацияңа байланысты, жоқ мен оны жемеймін деп өзіңді тоқтатуға болады. Сондықтан мен өзім не айтып жатқанымды білемін. Сондықтан сізде егерде шын салмақ тастау керек болатын болса, егерде сол сізге керек болатын болса, бірінші мотивацияңызды реттеп алыңыз. Да, мотивация менде бар, мен болды, осы себепке байланысты мен салмақ тастаймын десеңіз, онда люкс шайын алып ішсеңіз болады. Ол сізге өте жақсы көмектеседі. Егерде сізде мотивация болмаса, сізге ештеңе көмектеспейді. Ол мені ешкімді ренжітейін деп жатқан жоқ. Жалпы мен өзім көз қарасым, өйткені өте көп адам диета ұстайды. Мен жақын адамдарым да диета ұстайды. Ол қанша жылдап, 10 шақты жылдап олар диета ұстап келе жатыр. Бірақ олардың арықтағанын көрген жоқ. Өйткені 1-2 килограмм тастайды, 5-6 килограмм тастайды, одан кейін біраздан кейін қайтадан 10 килограмм қосып алады. Сондықтан адамда мотивация болу керек, одан кейін люкс шай болу керек, чтобы сіздің фигураңыз мына қыздікі немесе жігіттікіндей болу үшін. Конечно, бұл әзіл. Үлкен рахмет тыңдағандарыңызға, артық кетсем кешіресіздер. Подписка жасаңыздар, лайк қойыңыздар. Бұл маған как-то стимулировать етеді, маған да мотивация пайда болады осындай видеоларды жазуға, сіздерге информация беруге. Үлкен рахмет, жақсы сау болыңыздар.